Еңлік кебек Шәкәрім Құдайбердіұлы 2 бөлім. Өйтіп уағда бермесең әуре етпе, тең көрмесең телміртіп тентір етпе, қайда барсаң обалым жібермейді, бірақ осы сөзімді ұмытып кетпе. Қалай айла қылса да бір қоймады, жал айтқан жауабына қыз тоймады. Еңліктің бұл жауабын естіткен соң, кебек батыр тағы бір ой ойлады. Ей еңлік, айтқан сөзің сөздің шыны, сөйтсе де бір сөзім бар, тыңда мұны. Соғысқа сылтау таппай отырғанда, бүлдірмелік матаймен тобықтыны. Онсыз дағы біріне бірі қырын, ала ғой деп береді кім жесірін. Адам түгіл мал үшін ел шабады, қыз болсаң да білесің елдің түрін. Мен сен алып жөнелсем осы түнде, жиылмай ма бар матай жалғыз күнде. Тобықтыдан жылқыны тиіп алып, басталмай ма бітпестей бүлік мүлде. Барымталмай бітімге көнсе елің, қанша мал алса ярым жоқ қой менің. Қызды қайтар айтпесе бітпейміз деп, жатып алса табамыз қайтып жөнін. Матай алса тобықты тек жатама, азбын деп жанын аяп ар сатама. Ауыл шауып мал алып қан төгілер, ойла қалып жүрмелік теріс батаға. Ей батыр, бұл сен айтар сөзің емес, уайым қып сескенер кезің емес. Келер істі жалғыз-ақ Алла білер, ол сенің өлшеп сатар бөзің емес. Кімнің көзі жетеді күн ертеңге, теңін тапқан сені мен жалғыз мен бе? Ел шабысып кетті ме соның бәрі, алып қашып алды ғой талай пенде. Мал аямай пейілді салсаң кеңге, жарастырар табылар аға жеңге. Жер өртеуге жетеді бір шағын қу, кім кепіл бола алады осы келге? Бұл шықпай жауама құры желге, бізсіз де таласады жалғыз белге. Құдай жөнін берейін деген болса, көнер әлде мал алып біт дегенге. Сен мені бүгін алып кет демеймін, осы келдің түбіне жет демеймін. Шын ішің сүймей сыртың сүйген болса, әуре боп саған уағда ет демеймін. Шын сүймесең сүйдім деп айтпа маған, шала сүйген болады құр алдаған. Ындыныңмен ұнатсаң бер қолыңды, саған сөзім қалмады енді айтпаған. Кебек те отыр еді азар шыдап, сөзін айтып болғанша қызды сынап. Сен өлген жерде мен де өлем деп, қол алысып бір жола кетті құлап. Кебектің қолын еңлік қысып алып, шөлдеп сусын ішкендей мейірі қанып. Бармағынан бір сүйіп беті тершіп, ыстық жасы көзінен кетті тамып. Таң жарығы түскен соң шаңыраққа, кебек тұрды арқандап ат қоймаққа. Еңлік үйден арқанды ала шығып, құшақтасып жөнелді жартас жаққа. Келе жатып қыз айтты батыр саған, бір сөзім қалған екен айтылмаған. Тобықты мен біздің ел бітім қылса, сонда алып қаш кезінде жауықпаған. Мына жартас табыспақ болсын бізге, мен ұмытып жатып ап күдер үзбе. Осы араға 3 күнде бір келіп жүр, ең болмаса жұманы құр өткізбе. Соны айтты да от жақты үйге барып, су жылытты қазанға қарды салып. Оятып ап қойшыға құрт езгізіп, сармай салып қойды аяқ алып. Ат арқандап болды да кебек өзі, қыз артынан қадалып екі көзі. Еңлікке бір тасқа бір қарады да, сонда түсті ойына балгер сөзі. Апырау, әлде сайтан, әлде жынба, кім бастап алып келді мені мұнда? Осы көрген түсімбе, я өңімбе, қалжыраған бақсының сөзі шынба? Бір жолата кім тұрар бұл дүниеде, өлім көрмей қояма туған пенде? Қарап жүріп қаңғырып бос өлгенше, еңлік үшін өлгеннің қапысы не? Сон ойлап көңілім басты кебек батыр, Құдай қосқан іс болмай қоймай дақыр. Тамақ дайын деп хабар бергеннен соң, аяңдап үйге таман келе жатыр. Бетін жуып отырды төрге барып, құрт берді сарымайды және салып. Қазы қарта жалжая жасап еңлік,
бір табақ ет алдына қойда барып, жалынан бір кесті де бісміллә деп, ұсынды ақсақал мен кемпірге кеп, иесімен астатты деп еңлікті, шақырып ап екеуі отырды жеп. Қойшыға да ұстатты сүйек саяқ, ет артынан сорпашты бірер аяқ, бата қылып қол жуып болысымен, еңлік атты ертеді айтқызбаяқ. Кебек сонда шалғайтты, ей ақсақал, өзің таңдап түлкінің біреуін ал, бағыңызға кез келген бір олжа ғой, жығыт тымақ істетіп сандыққа сал. Еңлік шығып қонағын аттандырды, қоштасып Кебек батыр елге жүрді, қайда жүрсең аман жүр батырым деп, бел асқанша артынан қарап тұрды. Ер Кебек тыным алып үйде жатпай, еңлікке келіп жүрді дамыл таппай, кейде түзден жолығып, кейде қонып, 6 ай қыс аттың терін бір құрғатпай. Екел бітті сөйлесіп жазға салым, қайтарысып барымта алған малын, тамақ үшін қыдырған матай айтып, бұл бітім еңлікке де болды мәлім. Кебек келді бір күні қызға тағы, ойында бар ел бітсе іс қылмағы, еңлік те дайын болды сол арада, қара жартас белгілі табыс бағы. Қыз айтты, түнеугі айтқан уағда қайда, кел кетелік кідірмей осындайда, азық түлік киерлік киімдерім, дайындап әкеп қойдым мына сайда. Қосылған соң кешікпей болдым буаз, онан бері қыс өтіп шықты ғой жаз, босансам өз қолыңда босанайын, құры бүйтіп жүргенге болмалық мәз. Екеуі тәуекелдеп кетіп қалды, таң атпай-ақ ордаға жетіп барды, ағаштан балаған қып арша жауып, бекініп бір дарада жатып алды. Еңлік Кебек кеткен соң таң тағатты, күн шыққанша кемпір шал тұрмай жатты, қой еңлікті таба алмай іздеп, қызың қашып кетті деп шалды оятты. Шал жылап әлі келді екі көзге, қолынан не келеді онан өзге, қойшы барып еліне хабар айтып, матай келді жиылып осы сөзге. Жан білмейді еңлікті кім алғанын, қайда кетіп қалайша жоғалғанын, 6 ай қыстай кім келіп кім кетпейді, қайдан білсін кәдікті кім қонғанын. Түлкіні бір матайдың көзі шалды, мынаны кім берген деп қолын алды. Шал айтты, мұны берген бір тобықты, атын ұмыттым бір қонып кетіп қалды. Қойшы айтты, оның аты Кебек еді, сонан соң да осында келмеп еді, ұмытпасам сон еңлік аттандырып, хош аман бол келіп жүр Кебек деді. Қуа-қуа осы сөз анықталды, матайлар тобықтыға кісі салды, қыз дегеннің немене білмейміз деп, тобықты он елемей жатып алды. Кебектің қайда екенін ел білмейді, не жылқыда не аңда жүр ғой дейді, жалғыз жарым сыр ашпас құр барқылы, елден Кебек азықты алып жейді. Сөйтіп жүріп бір талай заман өтті, еңлік қашып кеткенге айға жетті, қыз алдыда жөн жауап бермеді деп, матайлар бір қос жылқы алып кетті. Тек жатсын ба бұл елдің көп саңлағы, жуан таяқ бір ауыл шапты тағы, матай қызды тобықты Кебекті іздеп, шатаққа соқты сөйтіп сөз аяғы. Бір күні Қабекеңе көбей келді, үйге кіріп келді де сәлем берді. Қыз да жоқ, Кебек те жоқ, ел шабысты, мен сізден ақыл сұрай келдім дейді. Қабекең сөз айтпайды жұмбақтамай, ей көбей сұңқар қалай, тауық қалай, тоқтамыз жолаушылап кетіп еді, сол келгенше өтпей ме уақыт талай. Көбей мұны ұқты да қайтып кетті, тобықты кеңес қылған топқа жетті. Қабекең екі ауыз жұмбақ айтты, ол сөзінің мағынасы мынау депті. Еңлікті алып қашқан Кебек батыр, оны айтпай-ақ біздің би біліп жатыр, тауық деп қызды айтады сұңқар Кебек,
тоқтамысқа қаратып қой дейді ақыр. Осылай деп жұмбағын көбей шешті, матаймен байлау қылып сөз сөйлесті. Кешіктірмей табалық кебек алса, бір ай тоқтамыс келсін десті. Сонымен тағы да өтті 1,5 ай, тоқтамыс арғын жақтан жүр келе алмай. Намыс қылып жиылды тамам Найман, көнбейміз деп мазаққа мұнан былай. Матай да соқтыққан жоқ тіпті неген, мақал бар ел құлағы елу деген. Қыздың қайны сыбандар және білді, екі елде де адам жоқ есітпеген. Найманның тым көп болды жиылысы, жиылған соң белгілі қылар ісі. Алдынан бір арылып алайық деп, Тобықтыға жіберді елші кісі. Тентегінің жазасын мойынға алсын, егер оған көнбесе дайындалсын. Қырылыспай бітпейміз таусылғанша, не Найман, не Тобықты бірі қалсын. Жауапты да тез берсін кешіктірмей, ертеңбесін намаздың уақыты кірмей. Өзге бітім болар деп ойламасын, бітімім жоқ не өліп, не өлтірмей. Ұйлықты Тобықтылар осы сөзге, бітімі жоқ болған соң мұнан өзге. Найман тым көп Тобықтас арғын алыс, қорықпауға да болмайды көрер көзге. Бірі ол деп, бірі бұл деп көп кеңесті, біле алмай не берерін не берместі. Қысылғанда баратын Қабекеңе, ақыл сұрай бір екеу барсын десті. Кенбаймен көбей барды биге тағы, сөзін айтып сәлемін берді дағы. Қабекеңнің қабағы қарсы түсіп, мінекей сондағы айтқан бір жұмбағы. Әнет бабаң емес пе менің атам, бірақ ондай қабылма менің батам. Көшсем қоныс отырсам көмегім жоқ, көрсетемін қайтейін тыныш жатам. Бұл сөзі бабаң айтқан сөздің көзі, өзі өлтірмей амалсыз айтқызды өзі. Жеңілсең енді барар орының жоқ, көрсетпеуге шама жоқ деген сөзі. Соны естіп көбей топқа қайтып келді, жұмбағының шешуін айтып келді. Тобықтылар Найманды ертіп әкеп, кебектің жатқан жерін айтып берді. Ұйықтамайды сақтанып кебек түнде, 3 айдай бір дарада жатқан мүлде. Толғатып еңлік сұлу бір ұл тапқан, айы толып мезгілі жеткен күнде. Екеуі сол баланы қыла дермек, кезек ұйықтап сақтанып жүрді сергек. Қыз ояу кебек ұйықтап жатыр еді, қозы күрең кісінеп қаға делек. Еңлік түртіп оятты кебек ерді, атқа қарғып мінгенше жауда келді. Күрең атқа мінгесіп жөнелгенде, баласы бесігімен қала берді. Баланы бір матай кеп қолын алды, кебек қашты жабылып жауда салды. Қозы күрең жартастан қарғығанда, ауып кетіп еңлік қыз түсіп қалды. Не күшті ойласаңыз тағдыр күшті, кім тоқтатар әзелде болмақ істі. Өлсем бірге өлмекші сертім бар деп, мінгестіріп алуға аттан түсті. Жау жетті де қамауда кебек қалды, әрі-бері қанжарлап соғыс салды. Бір талайын жаралы қылса дағы, көпке топырақ шашсын ба ұстап алды. Байлап алып әкелді ащы суға, тамам Найман жиылған қалың дуға. Қайран жастар қапыда қолға түсті, елтіген бөрідей боп жеген уға. Шетқақ шоқы басына алып шықты, қалайша өлтіруге кеңес қыпты. Жас қой деп жанашыған бір адам жоқ, қолға түскен кісіге қатын мықты. Кейбіреуі таспенен атпақ болды, кейбіреуі дарғада аспақ болды. Аяғында мойнына арқан тағып, атқа байлап сүйретіп шаппақ болды. Көп Найман екеуіне тұр анталап, бейне бір соятұғын малға балап. Еңлік сонда еліне сөз сөйлейді, қасындағы жиылған көпке қарап. Ей жұртым, бір-екі ауыз сөз айтайын, әйтеуір өлтіруің тұр ғой дайын.
өлерде 3 тілек бар деуші еді ғой. Құдай үшін берсеңдер мен сұрайын. Кебекпен мен азғана араздастыр, өлген соң бірге қосып таспен бастыр. Мына бала тобықты баласы ғой, мұны өлтірме Кеңгірбай биге тапсыр. 3 тілегін алсын деп жұрт кеңесті, бердік деп екеуінің қолын шешті. Құшақтасып, сүйісіп, қош айтысып, ал енді өлтіре бер мейлің десті. Екеуінің мойнына арқан салып, 2 аттың құйрығына байлап алып, матайлап ұран салып, шауып, өлтіріп бір төбеге қойда апарып. Тастады бесігімен баласында, обалға өшіккен ел қарасын ба. Еңлік кебек моласы бүгінде бар, Таймақ пен Ералының арасында. Надан жұрттың болады діні қатты, Қабекеңе тапсырмай аманатты. Шетқақ шоқы басында қалған бала, шырқырап күн батқанша жылап жатты. Жуан таяқ баланы түнде білді, түн ішінде жиылып атқа мінді. Таң ата келіп іздеп таба алмады, қисыны біреу ұрлап кеткен сынды. Жігіттер, бұл өлеңді жазған мәнім, емес қой жастық пенен салған әнім. Қаз қайсы, қазағайсы, тазағайсы, аларсың көп ғибрат байқағаның. Қыз қызық, батыр жазар кезім емес, жастарды қызықтырған сөзім емес. Ертеге емес, ертеде болған бір іс, ойдан жалған шығарған сөзім емес. Әншейін әңгімедеп құлақ салма, құр ғана қызығымен қызын алма. Ғаділ, залым, шафқатлы, мейірімсіз, соларды айыра алмай қапы қалма. Құдай, күнәмді өшір, сауапқа жаз, таусылмайды рахматың не болмайды аз. Жан кетіп ағайын мал қалған кезде, өлмес өшпес дәулетім осы қағаз. Ал достар, арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнамыздан тыңдағыларыңыз келген өлеңді де жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.